Сәлем достар, біз бүгін Шаниян Қаншайымның рөлін сомдаған актриса туралы айтамыз, сондықтан лайктарыңызды сайлап, пікірлеріңізді дайындап қойыңыздар. Чжан Си 1979 жылы 9 ақпанда Қытайдың Бейжің қаласында өмірге келген. Әкесі есепші, анасы балабақша тәрбиешісі болған. 11 жасында Чжан Бейжің би академиясына қабылданып, 15 жасында жасөспірімдер арасындағы ұлттық би чемпионатында жеңімпаз атанды. Ал 16 жасында Қытайдың беделді орталық драма академиясына оқуға түсті. 1999 жылы Чжан Йымудың «Үйге жол» фильміндегі басты рөлінің арқасында бүкіл Қытайға танымал болды. Бұл кезде актриса 19 жаста болатын. 2000 жылы түсірілген «Бүгілген жолбарыс жасырын айдаһар» фильміндегі рөлі оны күллі әлемге танымал етті. Чжан Сидің американдық кинематографиядағы алғашқы жұмысы Джеки Чан басты рөлде ойнаған «Сын сағатта» 2 фильмі болды. Қазіргі уақытта Джоа Бей, Чжоу Сюн, Те Цзин Лимен бірге ол Қытайдағы ең танымал 4 актрисаның бірі. Тайм журналы Чжан Сиді Голливудқа қытайлық сыйлық деп атады, ал People актрисаны 2 рет планетадағы ең әдемі 50 адамның тізіміне енгізді. Чжан Си 2015 жылдың 10 мамырында музыкант Ван Фенге тұрмысқа шықты. Ерлі зайыптылардың 2 баласы бар. Актриса көптеген фильмдерге түсті, соның ішінде Шаниян Қаншайым сериалында басты рөлде сомдауы оның жұлдызын жарқырата түсті. Достар, Шаниян Қаншайым сериалы ұнап жатыр ма? Енді кім туралы видео түсірейін? Комментарийға жазып кетіңіздер. Видеоны лайк басуды, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар.